Ринаттың әкесі қатал адам болатын. Темірдің сықырын, цехтағы кішкентай бұрандалар үшін дауласатын жұмысшылардың айқайын басқарған адам. Ол шебер, темірдей төзімді, бірақ сол темір сияқты суық та еді. Айқайламайтын, қол көтермейтін. Бірақ үнсіздігі қабырғадай суық еді. Ринат оның қолдарын есіне түсіретін, кең, қажаулы, май мен металл иісі сіңіп қалған қолдар. Көздері үнемі көзден тыс бір нүктені іздеп жүргендей. Әкесі үйге кіргенде, пәтердің ішін бірден үнсіздік жайлайтын. Бұл үнсіздікті тек анасы ғана жұмсарта алатын. Шайнекке су құйып, қазандағы тамақты жылтып, бәрін өзіне тән жылылықпен жасайтын. Оның әрбір әрекеті біз әлі де отбасымыз. Бір-бірімізді сүйеміз. Тіпті оны сыртқа көрсете алмасақ та деген белгілер байқалатын. Ринат 15 жасында әкесі кенеттен көз жұмды. Ол жыламады. Тек қабырғаға сүйеніп, жұдырықтарын түйіп отырды. Маңызды ештеңе айтпай кетуге бола ма? Деп қана ойлады. Әкесі қайтыс болды, ал ұлына тек үнсіздік қалдырды, ішінде айтылмаған, жауапсыз сұрақтарға толы ауыр тыныштық. Жерлеуден кейін анасы мүлде сөйлемей кетті. Жылаған жоқ, бірақ өзгеріп шыға келді, сөндіріп тастағандай. Ал Ринат үйден кете берді, аулаға, спорт залға, не нағашы ағасының шеберханасына кетіп қалатын. Оның автожөндеу шеберханасы нағыз еркіндік ордасы. Ескі радиосы үздіксіз сарнап тұратын. Сол жерде Ринат алғаш рет өзін тапқандай сезінді. Бірде нағашы ағасы. Көлік әйел сияқты. Егер жақсы көрсең, ол да саған жауап береді. Ал егер тек пайда үшін қарасаң, сені тыңдамайды деді. Бұл сөздер Ринаттың жүрегінде мәңгіге сақталып қалған. Ринат политехникалық институтқа түсті, қалағандықтан емес, жағдай солай болғандықтан. Ынтасыз оқыды. Топта үлкен армандар мен мақсаттар туралы айтып шаршамайтын жігіттер болды, олар Ринатты тітіркендіретін. Ол үшін өмір формула емес, дыбыспен иіс, қозғалтқыштың дірілі мен қолдың ісі. Ол кешкісін ағасының шеберханасына келіп, көлік астына кіріп, майға малынып, темірдің тілін түсіне бастады. Механизмдерге жан біткендей көрінетін. Қалай жұмыс істейді, қай жерінен ақау шығады, бәрін сезіп тұратын. Бұл оның табиғи қабілеті еді, ешбір оқулық үйрете алмайтын. 22 жасында Ринат диплом анасы үшін, ал өмір өзі үшін екенін түсінді. Ол қолымен жұмыс істегісі келді. Нәтиже көргісі келді. Бірдеңені жөндеп қайта жасап жақсартқысы келетін. Бірде Ринат медициналық тексеруден өтпек болды. Ол кезде өзінің шеберханасын заңдастырып жүрген, құжат жинап, мекемелерге барып, банкпен сөйлесіп жүрген кезі еді. Осы кезде оның өмірінде күтпеген бетбұрыс болатынын ол білген жоқ. Ерболатов Ринат деген нәзік дауысы естілді. Ол басын көтерді. Сосын оны көрді. Ақ халат, желкеден қиылған қара шаш, көздері артық эмоциясыз, бірақ шынайы, жылы. Бір сәтте ақ түсінді, бұл жай ғана медицина қызметкері емес. Жас, сенімді, әдемі. Аты Нұрила. Өтіңіз, отырыңыз, деді ол жымиып. Ринатты әлде бір ток ұрғандай болды. Майдың иісі мен темірдің сарт-сұрт дауысына әбден үйренген, ересек ер адам бір сәтке сөзін ұмытып қалды. Барлық ойлары кеудесінде быт-шыт болып, тілі байланды. Мен иә. Рахмет, деді ол, кенеттен 16-ға қайта оралғандай бір түрлі қысылып. Нұрила болса сабырлы еді. Мұндай сәттер оған таныс болса керек. Әдеттегі тексеруді бастады, қан қысымын өлшеді, жүрек соғысын тыңдады, картаға белгі қойды. Ал Ринат осы арада оның көзіндегі ұсақ сәулелерді, алақан қозғалысын бақылап, уақытты тоқтатқысы келді. Бәрі біткен соң, дәрігер анықтаманы ұсына отырып жай ғана. Жалпы денсаулығыңыз жаман емес. Тек аз ұйықтайсыз. Демалуды ұмытпаңыз, деді. Ринат құжатты алды.
Бірақ есіктен шығарда кілт тоқтады. Сіз кофені жақсы көресіз бе? Иә, мен қызық сұрақ қойып тұрмын, бірақ. Кенет тосылып қалды. Өзінен өзі ұялып, алғаш рет балаша қымсына бастады. Нұрила көзін сығырайта қарап, жымиған күйі. Шемін, бірақ міндетті түрде тәтті бірдеңемен ғана деді. Осылайша олардың тарихы басталды. Алғашқы кездесуден-ақ жұлдыздары жараса кеткен олар көп ұзамай пәтер жалдап бірге тұра бастады. Ринат оны жұмыстан күтіп алатын, жолай дүкенге кіріп бірге азық-түлік алатын. Олар бірге төсек жапқыш таңдап, асханаға перде ілді, етке қандай соус жақсы екенін дауласып, кешкісін бір-біріне дауыстап кітап оқып беретін. Бұл бәрі сондай табиғи еді, дәл олар бұрыннан бірге болғандай, тек тағдыр оларды уақытша әр түрлі бетке жіберіп қойған сияқты еді. Ұсыныс жасаған кезде ерекше болған жоқ, бірақ шын жүректен еді. Ринат қалтасынан мотор майының иісі сіңіп кеткен қолымен сақинаны алып шықты. Нұрила оған ұзақ қарады. Сен сенімдісің бе? Әлі ерте емес пе? Деді. Жақсылықтың ерте кеші жоқ деп күлді Ринат. Олардың бас қосуы, бірлескен өмірі аста төк той мен фейерверктерден тұрмады. Бір-бірінің жанын түсінетін. Ең керегі де сол емес пе? Бас қосқан соң олар екеуі де жұмыс істеп, алдымен материалдық жағдайларын түзегісі келді. Бос уақыттарын тек өздеріне арнады. Қол ұстасып бірге саяхаттады. Демал салған кезде екеуі бірге шипажайға баратын. Пәтер сатып алды. Жөндеуден өткізіп, ішін әдемі жиһаздарға толтырды. Отбасылық өмірлері тамаша өтіп жатты. Осылай арадан бірнеше жылда өтіп кетіпті. Бірде Нұрила Ринатқа: "Білесің бе, мен үлгергім келеді" деді. "Неге үлгергің келеді?" "Перзентті болуға. Уақыт болса өтіп жатыр. Әлі де кеш емес сияқты." Ринат үнсіз қалды. Бұрын бұған байыппен қарап көрмеген еді. Енді елестетті дөңгеленген қарын, үй ішінде ойыншықтар мен ертегі кітаптар, сәбидің күлі мен әйелінің күлкісі. "Онда бастайық" деді ақырын. Нұрила көз жасын жасыра алмаса да күлді. Ринат оны құшақтады, дәл қазір олардың болашағын қолында ұстап тұрғандай. Жүктілік жеңіл өтті. Босану қиын болды. Ринат аурухананың ақ дәлізінде алғаш рет шын жүректен жылады. Нұрила есін әрең жиып жатқанда, медбике кішкентай Елжасты оның қолына ұстатты. Сол сәтте ол білді, нағыз бақыт деген осы екен. Ол әке болды. Бұл өміріндегі ең маңызды мәртебе еді. Алғашқы сатып алғандары ақ көк түсті, үлпілдек помпоны бар қалпақша болды. Сосын кішкентай шұлықтар, көрпе, арбалар мен ұйқысыз түндер. Нұрила үйде бала қарап отыр. Ринат жұмысына бұрынғыдан да мұқият қарай бастады. Ал кішкентай Елжас, қыңыр, айқайшыл болса да үйге нағыз махаббат әкелді. "Саған тартқан" деді Нұрила ұлын көрпеге орап жатып. "Иә, құлағы тіпті айнымапты." "Сенің құлағың. Мінезі де саған тартқан. Қарашы қандай қырсық. Демек, мен идеалмын ба?" Жоқ, күте тұр, сен менің шынайы жүздерімді әлі көрген жоқсың." Екеуі күлген бойда құшақтасып, ерке Елжасқа сүйсіне қарады. Ринат нағашы ағасынан қалған шеберхананы кеңейтті. Ақшасын ғана емес, жанын да салды, жабдықтарды жаңартып, сенімді механиктер командасын жинап, тәртіп орнатты. Клиенттер тек ауданнан ғана емес, ұсыныстар әрі қарай да тарады. Кейбіреулер жай әңгімелесу үшін келетін. Ринат империя құруды мақсат тұтпады, бірақ өзінің жұмысын адал жасады. Үйге металдың иісімен, майланған қолдармен бақытты күйде қайтатын. Нұрила шай қайнататын, Елжастай тәй басып жүретін, ал духовкада нан пісіп жататын. Және бәрі дұрыс еді. Бір күні кешке диванда жатып Нұрила кенеттен: "Ит алайық" деді. "Қалай болар екен?" деп мырс етті Ринат. "Елжас үшін."
Екеуі дос болады. Иә, сен түнгі дейін жұмыста болғанда күзетте артық болмайды. Жарайды деп күлген еді Ринат. Таңдап алған күшікті Ақтөс деп атады, қарапайым, мейірімді. Күшік баламен бірге өсті, бұрыштарды кеміріп, секіріп, бөлменің ортасында домалап жүріп, жүруге кедергі келтіретін. Ақтөс ауырып немесе мұңайып қалса, бірінші болып Ринат ветеринарға апаратын. Сол жылдары Ринат шынында бақытты болатын. Жүріп тұрған кәсібі, сүйікті жары, ізбасары ұлы бар еді. Бірақ бір сәтте басына бақытсыздық үйіріледі деп ойламаған болатын. Тағдыр сені жетелемей, аяғыңның астынан жұлып алатын сәттер болады екен. Және сен қалай жардың шетімен жүріп бара жатқаныңды байқамайсың. Нұрила көлігімен жалғыз төркініне жол алған еді. Інісі үйленгелі жатыр. Ақылдасатын мәселелер бар еді. Ал Ринаттың тапсырыстары бар болғандықтан бара алмай қалды. Таң кәдімгі қоңырау. Бірақ бірінші дыбыстан-ақ Ринат бірдеңе болғанын түсінді. Алло? Тұтқадағы дауыс құрғақ, ресми еді. Ауруханадан Нұрила, көлік апаты. Үлгермеді, өмірмен үйлеспейтін жарақаттар. Ол бәрін ести алмады. Тек жекелеген сөздерді ғана. Сақал алғаннан кейін бетінен су тамшылап тұрды, Ақтөс ваннаның есігін тырнап жатты. Ринат толық алмаған сақалымен айнаның алдында тұрып, әлемнің құлап бара жатқанын сезді. Ұстара қолынан түсіп кетті. Ол ваннаның шетіне отырды. 1 сағат, 2 сағат. Ақтөс жанына жатып, жай ғана аңырсыды, әлденені түсінетіндей. Мәйітхана, жансыз дене. Нұрила ұйықтап жатқандай жатты, бірақ жүзінде адамды тірі нәрсе қалмаған еді. Жерлеу адамдар, ол ештеңе естімеді, дерлік. Елжас әжесінің қолынан ұстап тұрды. Ринат ұлына анасының енді жоқ екенін қалай түсіндіру керектігін білмеді. Ол үйге үнсіз қайтты. Жай жанына отырып сөздерді әрең тауып, ол енді жоқ деді. Ринат шыдады, қолынан келгенше. Ал содан кейін ішінен тұншыққан айқай шықты, адамнан емес, жүректің түбінен. Өзі көлік жөндейді. Ал сүйікті әйелі көлік апатынан қайтыс болды. Неге? Тағдыр неге сонша қатал болды екен? Әйелі көлік апатынан қаза болды. Енді қираған, бұзылған көліктерді жөндеудің мәнісіне. Жұмысын бір сәт жек көріп те кеткен сияқты. Қаланың шетінде орналасқан ескілеу шеберхананың іші бұрынғыдай емес, үнсіз. Тек темірдің иісі мен мотор майының сіңіп қалған ауада бір тектес үнсіздік қана билеп тұр. Бұрын бұл жер, еңбек пен өмірдің мәні болған еді. Енді ол үшін бәрі бос, мағынасыз. Себебі ол келмейді. Енді ешқашан келмейді. Жанарынан жас ақпаса да, жүрегі шемен. Бүкіл денесі мұздап қалғандай. Саусағының ұшына дейін жансыз. Әйелінің көлік апатынан қайтыс болғанына еш сенетін емес. Әуелі сенбеді. Жоқ, мүмкін емес. Таңғы шайын бірге ішіп, кешке көріскенше деп шығарып салғаны әлі есінде. Бірақ сол кеш, ешқашан келмейтін кеш бопты. Шеберхананың бір бұрышында тұрған, өзі жөндеп берген оның көлігіне қарап, өкініштен жан дүниесі қақ айырылды. Сол көлікті өзі мінгізіп дөңгелегін жаңартқан еді. Енді сол көлік соңғы рет жанасқан зат. Көлік темірден, ал ол ет пен сүйектен жаралған еді. Қолы ештеңеге бармайды. Бұрын темірге жан бітіріп, мотордың үнінен ләззат табатын. Енді мотордың дауысы азаптың сарынына айналды. Сағат тілі жүріп жатыр, бірақ ол үшін уақыт тоқтаған. Әйелінің күлкісі, дауысы, тіпті ұрысқаны да сағынышқа айналды. Бөлмедегі әр зат, соның көзі сияқты. Тоқыма сөмкесі, қалдырып кеткен шарфы, бәрі де. Қолына алып иіскеді. Көңілі босап, ауыр үнмен дем алды. Бірақ жылай алмады. Қайғысы көз жасына сыймайтын сияқты. Мен сенің көлігіңді жөндеп бердім, ал өзіне көмектесе алмадым деген ой көкірегін қарып өтті. Сол ой жанын жегідей жейді.
Шеберхана есігі көптен бері ашылған жоқ. Есіктің тұтқасына шаң жиналған, терезеден түскен күн сәулесі ішке енгенімен ішкі мұң мен суықтықты жылыталмайды. Шеберхананың иесі, баяғы күнде таң атпай орнынан тұрып, құрал-сайманын қолға алатын жан енді төсектен әрең тұрады. Тұрат деген аты ғана. Ұлы үшін қыбырлап жүр жай ғана. Ол тіпті ұлының көз жасымен аштықтан шыққан аш үнінде ести тұрып, денесін қозғалта алмайды. Жансыз иесін жеп еңсесін басқан қайғы баласының үнінде өшіріп тұрғандай. Қолынан келер жалғыз іс төбеге үнсіз қарап, жанарынан жас емес, шарасыздық пен күйініштің мөлдірсіз мұңы ғана ағып жатыр. Баланың түрі әбден жүдеп кеткен. Беті бозарып, көзі шүңірейіп кеткен. Шешесі қайтқалы, ол әкесінен жылылық көрмеді. Бұрын анасының құшағында еркелеп өскен бала енді жетімнің тағдырын ерте сезінді. Кішкентай жүрегі не болғанын толық ұқпаса да анасының оралмайтынын сезеді. Ал әкесі тірі болса да тірі емес секілді. Үйде жүрген көлеңке сияқты. Асүйге кірген бала тоңазытқышты ашады. Ескі нанның қалдығы ғана бар. Суыған шай мен ешкім ашпаған консерві банкісі. Әкесі үстелде отырған күйі міз бақпайды. Көзінде үмітсіздік, көкірегінде бос кеңістік. Шеберханаға бір-екі рет көршілері келіп кеткен. Бірі жөнделмеген көлігіне ашуланса, бірі жай ғана жағдай сұрап келеді. Бірақ ол ешкімге жауап берген жоқ. Тіпті кейде ұлының есімін де ұмытып кеткендей болады. Қайғы мен тұмандатып жанын шегендеп алған. Бала түнде әкесінің төсегіне келіп жатады. Қатты құшақтайды. Бірақ әкесінің денесі мұздай. Ерінен шыққан сөз бір ғана сыбыр. Кешір мені. Сол кешірім кімге арналғаны да белгісіз. Өзіне ме, әйеліне ме, әлде баласына ма? Пәтерде тек Нұрила туралы естелік қана қалды, ауада, терезелерде, үстелдегі оның кесесінде. Үйінен шықпай аза тұтып жатты. Өмір мәнін жоғалтты. Десе де, ұлы үшін тіктелуі керек. Кәсібін ары қарай жалғастырып, ұлын асырау керек. Бірақ қолы бармайды. Әзірге анасының зейнетақысы күндеріне жарап жатыр. Ал ары қарай не болмақ? Ұлы өсіп келеді. Онымен қатар шығын да көбеюде. Әйелінің қазасынан кейін мүлдем көлік жөндегісі келмейді. Басқа бір тірліктердің басын шалып көрді. Берекесі жоқ. Осылай уақыт өтіп жатты. Арадан көп уақыт өткенде ол жай ғана шеберханасын сыртынан бақылап көрмек болып сонда барды. Көзіне сондай ыстық көрінеді, сонымен қатар жүрегін мұз қарытар су. Сол жерде отырып көзінен бір-екі тамшылар үзіліп түсті. Осы кезде сіз осы жерде жұмыс істейсіз бе деп саңқ ете қалған үн селк еткізді. Орнынан тұрып артына жалт қарады. Жасы өзімен шамалас бір әйел тұр. Көлігімді жөндетуге келіп едім деп тұр. Ринат бірден басын шайқап жұмыс істемейтінін байқатты. Қабат еная. Енді не істеймін? Деген әйел амал жоқ көлігіне қайта отырды. Тырылдап бір түрлі дыбыс шығарып кетіп бара жатқан көліктің сыртынан қарап қалған Ринат бір кезде есін жиды. Дәл қазір мынау әйелдің көлігін жөндеп бермесе, ол да апатқа ұшырап, Нұрила сияқты мерт болады ғой. Соны біліп тұрып қалай үнсіз қарап тұр. Тоқтаңыз, деп айғай салды артынша. Әйел көлігін тоқтатып ішінен түсті. Я, көлік жөндеймін деді. Міне, Гүлжан мен Ринаттың таныстықтары осылай басталды. Осы жағдайдан кейін ол өзінің сүйікті жұмысын қайта қолына алды. Қақпаны ашты. Табалдырықтан аттады. Майдың, темірдің және ескі жабындардың иісі мұрнына ұрды, тынысындай таныс. Тұрақты клиенттердің бірі оны танып, жақындап құшақтады да. Қайғыңызға ортақтасамыз. Біз Нұриланы есімізде сақтаймыз. Шыдауға тырысыңыз деді. Ринат үнсіз басын изеді. Сөз жоқ еді, өзінен таба алмады. Бірақ сол күні ол ұзақ уақыттан бері бірінші рет кілтті қолына алды. Ол қайтадан шеберханаға бара бастады.
Өз өмірін түзету мүмкін емес болғандықтан өзгелердің көліктерін жөндеді. Жүрегін толықтай берген адамынан айырылғандықтан бар күшін темірге салды. Ринат кешке үйге қайтатын. Елжас сабақ оқып отыратын, бірақ басын көтермейтін. Олар сумен бөлінген екі аралдай қатар өмір сүрді. Тек Ақтөс қана оларды қосуға тырысатын, орталарына жатып, басын әрқайсысының тізесіне қойып, төменнен жоғары қарап. Сендер бір-біріңе қажетсіңдер дейтін секілді. Кейде жаңа бастамалар дабырламайды. Олар асықпай келеді, үнсіз, елеусіз. Дауысы жоқ. Бірақ жүрекке баяу, анық естіледі. Уақыт өте Гүлжан Ринаттың өміріне дәл солай келді. Бір түрлі күтпеген жерден. Гүлжан жалғыз тұратын әйел. Бұрынғы күйеуімен перзент сүйе алмайтын болғандықтан ажырасқан. Жалғыздықтан әбден шаршаған жан. Ринат екеуі тез тіл табысып кетті. Кездесе бастады. Бір күні ит туралы әңгіме қозғады. Ит алғым келетін. Бірақ, бауыр басып қалам ба деп қорқам, деді Гүлжан. Жоғалтып алу ең қорқынышты сезім, деді Ринат. Ал өмір сүру қорқынышты емес пе? Өте қорқынышты, деді Ринат шын көңілмен. Гүлжан қыстан кейінгі төгілген алғашқы сәуле сияқты болды. Жанға сіңіп үміттің баяу соғуын сездіреді. Гүлжан өткенге үңілмеді, алмастырмады, түзетпеді. Тек жанында болды. Ринат оны үйіне көшіріп әкелді. Ақтөс Гүлжанға үйге киетін аяқ киімді тістеп әкеліп аяғына тастады. Қабылданды деген Ринат тартынбай Сақина ұсынды. Мен өткенді ұмытқым келмейді. Тек басқаша бастауға мүмкіндік берші, деді. Гүлжан Сақинаны алақанына салып ұзақ қарады. Мен тырысамын. Егер сен өзің қорықпасаң, деді. Ринат қорықты. Бірақ басын изеді. Бірақ бір нәрсе шешілмей тұрды, Елжас, ұлы, әлі де суық, тұйық, тас сияқты. Әкесі жақындауға қанша тырысса да, ұлы кері шегініп кететін. Мектеп қалай? Жаңа кітап оқыдың ба? Қыдырып қайтайық па? Деп Ринат бәйек болса да, ол томаға тұйық отыра беретін. Бәлкім Гүлжанды қабылдағысы келмей жүргендіктен болар. Ал Гүлжан Ринаттың өміріне орын алу үшін емес, жанында болу үшін келді. Өмір жалғасуы мүмкін екенін еске салу үшін. Жаңа бет ашылу үшін емес, бұрынғысы өшіп кетпей, жаңа жолмен жалғастыру үшін. Елжастың жүрегіндегі жара жазылар емес. Анасы қайтқалы бері ол үшін дүние сұрланып кеткен. Аулада бірге ойнаған достары да, мектептегі сабағы да, тіпті бұрын ұнататын сурет салуы да қызықсыз болып қалды. Анасының дауысы, иісі, күлімдеген көзі, бәрі де енді тек естелікте. Бірақ ең қиыны, анасының орнын ешкім баса алмайтынын біле тұра, үйге аяқ басқан жаңа адам. Өгей ана. Алғашында үнсіз қабылдады. Іштей қабылдай алмаса да, сырт көзге тыныш көрінді. Бірақ күн өткен сайын өгей ананың үйдегі орнын иемденіп, әкесінің бетіне күлкі ұялатқаны, бұрын анасына тиесілі заттарды қолдана бастағаны ішкі ашуын өте түсті. Ол ешкімге тіс жарып айтпаса да, өгей анасына деген қарсылығы күн сайын ішіне жиналып, ақыры сыртқа шықпай тұра алмады. Елжас оны анашым деп айтқан емес. Тіпті атымен де атамайтын. Құры ол дейтін. Бірде әкесі анамды ұмытпадың ба деп сұрағанда, Елжас жай ғана басын изеді. Бірақ жүрегінен. Сен ұмыттың? Мен ұмытпаймын. Деген ашы үн шыққан еді. Бірінші әрекеті ас үйдегі тұз бен қанттың орнын ауыстыру болды. Өгей анасы шайға тұз салып жіберіп, әкесінің алдында ыңғайсыз жағдайға қалды. Елжас бұны көріп ішінен мәз болды. Бірақ сырттай бейтарап. Мұның өзі оған жеңіс секілді еді. Келесі күні ол өгей анасының ұялы телефонын жасырын алып, әкесінің атына мен шаршадым. Бұл үйден кетем деген хабарлама жіберді. Әкесі үйге жүгіріп келіп не болғанын сұрағанда, өгей ана аң-таң.
Ұрыс болды. Елжас тағы үнсіз. Бірақ ішінен тағы бір ұпай жазып қойды. Тағы бір жолы өгей ана дайындаған кешкі асты ішім ауырды деп жемей қойды. Әкесі алаңдады, ал өгей ана өзін кінәлі сезінді. Елжас үшін бұл да бір мақсатты әрекет болатын, оның әлсіздігін көрсету, оның бұл үйге бөтен екенін әкесіне дәлелдеу. Кей күндері тіпті үйдің ішіндегі ұсақ заттарды, кілт, тарақ, ақша сияқты дүниелерді тығып қоятын. Өгей ана іздейді, таба алмай ашулана. Ал Елжас бір бұрышта отырып сыртынан қарап тұрады. Бұл қарсылықтың үнсіз соғысы еді. Іші жылап тұрса да көзінен жас шықпайтын болды. Түнде анасының суретін құшақтап ұйықтайтын. Кеудесін кернеген сағыныш пен өгей анаға деген қабылдай алмаушылық екі оттың ортасындай күй кештірді. Бірақ ең сорақысы ол әкесін жоғалтып алудан қорқатын. Әкесі өгей анасын сүйетінін сезетін. Сондықтан ішкі қарсылығы кейде өз әкесіне деген ашуға да ұласатын. Сен қалайша ол адамды анамның орнына алып келдің деген сұрақ жанын мүжіп, тұла бойын жаулап алған ашуға айналатын. Кей түн ішінен, мені неге ешкім сұрамайды? Мені неге ешкім тыңдамайды? Мен де тірімін ғой деп жылап жастығын су ететін. Бірақ ертеңінде тағы да ештеңе болмағандай мектепке кетеді, үйге қайтып келеді. Іштей қасірет, сырттай үндеместік. Бірде әкесіне, анамның суретін неге терезе алдынан алып тастадың? Деп ренішін айтты. Ал әкесі, өйткені мен әр таң сайын оянып қайтадан суретке қарап өлетінмін. Деген Ринаттың дауысы қарлықты. Мен оған қарай алмадым, бұл ауырсынуға шыдай алмадым. Бірақ бұл мен ұмыттым дегенді білдірмейді. Мен, дауысы әлсірегенде ол бір сәтке тоқтап қалды. Ал менше, Елжастың дауысы баяу, бірақ аш шықты. Ринат үнсіз қалды. Оның жүрегінде неғұрлым ауыр сезімдер арпалысып жатты. Кінә, ашу, қайғы, шаршау, бәрі тамағына тығылды. Бірақ ол ештеңе айта алмады. Бірнеше секунд тыныштықтан кейін ол зорға тіл қатты. Кешір, темір емеспін деді. Елжас ештеңе жауап бермеді, үнсіз бөлмесіне қайтты. Кеш бойы Елжас бөлмесінен шықпады. Ринат жүрегінде күмән мен өкініштің ауыр жүгін сезінді. Гүлжан келгенде ол дәлізде күлімсіреп қарсы алды. Бірақ оның күлкісі мұңды еді. Гүлжан оны құшақтады. Үнсіз, ештеңе айтпады. Тек жай ғана оның жанында болғанына қуанышты еді. Кейінгі бірнеше күнде Елжас олармен сөйлеспеді. Ерте кетіп кеш қайтатын. Үйде біртүрлі шиеленіс орнады, ауаның ішінде бірдеңе тоқтап қалғандай болды, дәл дауыл алдындағы тыныштықтай. Бірақ Ринат оған қысым жасаған жоқ. Бір күні кешке, терезеден сырттағы дымқыл асфальтқа қарап тұрған кезде, Гүлжан өз сұрағын қойды. Шынын айтшы, егер ұлың өзгермесе, мені қабылдай алмаса, сен мені жіберуге дайынсың ба? Деді. Ринат баяу бұрылып, оның көзіне қарады. Жоқ, мен қайтадан өмірден бас тарта алмаймын. Мен оны бір рет жерледім. Енді шыдамаймын, деді. Ол Гүлжанның қолын қысты. Артық сөз жоқ. Тек басын изеді. Бұл оның таңдау емес, жол екенін түсінді. Қиын, шеткері, бірақ ол бұл жолдан түспейді. Ринат осылай деген соң, Гүлжан қалайда баланың жүрегіне жол табуға кірісті. Елжас алғашында Гүлжаннан қашқақтады. Ол оны естімеді, сұрақтарына жауап бермеді, оның жанынан үнсіз өтіп кететін. Бірақ Ақтөс бәрін сезді. Тыныш, үмітпен, бірақ жауапсыздық, немқұрайдылықтан басқа ештеңе алмайтын. Күздің суықта сұрқай бір күні еді. Мектептен шыққан Елжас үйге қайтқысы келмей, аялдама маңында ұзақ тұрып қалды. Аспаннан себелеп жаңбыр жауып тұр. Пальтосының жағасын көтеріп қалтыраған күйі тас жол жиегінде ұзақ отырды.
Бір сәтте айналасындағылар үйіне асығып бара жатты, ал ол болса сол орнынан қозғалмады. Іші бос, көңілі жүдеу. Сол сәтте артына қараса, қасынан бір көлік баяу тоқтады. Ішінен түсіп келе жатқан адам Гүлжан еді. Қолында зонт, үстінде жұқа ғана күртеше. Шашы жауыннан дымқылданып кеткен. Елжас, деді жай ғана. Бала орнынан тұрмай теріс қарады. Бірақ үні де, қимылы да қарсылық таныта алмады. Гүлжан үнсіз қол шатырын ұстап қасына отырды. Екеуі ұзақ уақыт үнсіз отырды. Сөйлемей тек жауынның дыбысы ғана. Сенің анаң, деді Гүлжан ақырын. Керемет адам болғанын білем. Оның орнын ешкім баса алмайтынын да түсінем. Бірақ мен сені өз баламдай жақсы көргім келеді. Қолымнан келгенше. Қаласаң, жай ғана бірге өмір сүрейік. Сенің рұқсатыңсыз ештеңе істемеймін. Оның даусында жалыну жоқ еді, шынайы жан ашу, түсіністік, сабыр ғана. Осы сәтте Елжас алғаш рет оның көзіне тіке қарады. Сол көздерден ол жасанды емес, шынайы мейірімді көрді. Анасының көзіндей емес, бірақ бөтенді емес. Басқаша, бірақ жылы. Сол түні Гүлжан ас бөлмеде ұзақ уақыт бір нәрсе дайындап жатты. Елжас не істеп жатқанын сұрамады, бірақ қарап отырды. Кешкі асқа оған анасы дайындайтын нағыз үй бәлішін әкеліп берді. Қайдан білгенін білмейді, бірақ бұл дәм бала кезінен таныс анасының иісіндей естелікке толы болатын. Бұл бәлішті анаңның ескі дәптерінен таптым, деді Гүлжан, сен ұнататын шығар деп. Осы сәтте Елжастың жүрегі шым ете түсті. Анасының жазуы, дәптер, бұл әйел жай ғана үйге келген бөтен емес. Ол оның өткенін түсінгісі келген, жанын естігісі келген жан еді. Сол түн Елжас алғаш рет бөлмесінің есігін ашық қалдырды. Таңертең тұрып ас үйге кіргенде жай ғана. Рахмет, бәліш дәмді болды, деді. Бұл жаңа бастаманың сенімге апарар жолдың алғашқы сөзі еді. Гүлжан ештеңе демеді, жай ғана жымиды. Бірақ бұл жымистың астарында үлкен жеңіс, аналық мейірім мен төзімнің жемісі жатты. Елжас енді күн сайын болмаса да, анда-санда өзінен өзі Гүлжанға сұрақ қойып көмек сұрай бастады. Оның жүрегі толық ашылып кеткен жоқ, бірақ қақпасы сәл-сәл сықырлап ашыла бастаған еді. Күн қабағын түйіп аспан торланған бір кеште Елжас үйге қайтпай, қала шетіндегі ескі қойма жаққа достарымен бірге барып, еркіндік сезінгілері келген. Бірақ достарының ішіндегі үлкенірек біреуі қалтасынан темекі шығарып, жігіт болғылары келіп кезекке тұрды. Елжас басында тартынған. Бұлай ету дұрыс емес деген бір үн ішінен шыққандай болды. Бірақ сыртқы әсер, топтың қысымы, өзін әлсіз көрсетпеу деген жасөспірімге тән ішкі дауыл оны үндемеуге мәжбүр етті. Қолына темекіні алған сәтте, кенет қасында бір дауыс саңқ етті. Елжас. Бәрі жалт қарады. Дауыс Гүлжандікі еді. Қолында пальтосы, беті алаңдаулы, көзі тік Елжасқа қадалған. Баланың жүрегі дір ете түсті. Қолындағы темекіні жерге тастай салды. Үйге қайт, деді Гүлжан, дауысы жұмсақ, бірақ шексіз алаңдаулы. Қарсыласпай үнсіз еріп кетті. Достары бір-біріне қарап ыдырап кетті. Жол бойы екеуі үндемеді. Тек Гүлжанның алақаны Елжастың иығына тиген сәтте бала тоқтап қалды. Оның алақаны жазалаушы емес, қорғаншы еді. Неге келдің? Деп сыбырлады Елжас. Жаңбыр жауып кетер деп алаңдап, мектепке барсам жоқсың. Іздеп шықтым, деді. Сонда сен мені шынымен іздедің бе? Әрине, мен сені жоғалтып алудан қорқам. Осы бір сөз баланың ішкі дүниесін төңкеріп жіберді. Ол алғаш рет біреудің оны жоғалтып алудан қорқатынын естіді. Ол үшін алаңдайтын, оны қауіптен сақтағысы келетін адам бар екенін шын сезінді. Бұл бір ғана іс емес, бір ғана сөз емес, бұл сенімнің шынайы көрінісі еді. Үйге келген соң Гүлжан үнсіз оған тамақ жылтып берді, артық сөз айтпады.
Бірақ сол кеш Елжас өзінің бөлмесінде емес, алғаш рет Гүлжан отырған бөлмеге кірді. «Мен сенімен отырсам бола ма?» деді ақырын. «Әрине, балам». Балам деген бір сөз Елжастың ұзақ уақыт қарсы келіп жүрген ішкі мұзын ертіп жібергендей болды. Енді ол бұл әйелге тек әкесінің таңдауы деп емес, өз тағдырына келіп қосылған жақсылық ретінде қарай бастады. Осы сәттен бастап Гүлжан жай ғана өгей ана емес, Елжасты қиындықтан, жалғыздықтан, тіпті өзінен де сақтап қалған нағыз қамқоршы бейнеге айнала бастады. Сол оқиғадан кейін темекі тартпақ болғаны әшкере бола жаздап, Гүлжан дер кезінде тоқтатып қалғаннан соң Елжастың көңілінде бұрын соңды болмаған бір сезім пайда болды. Бұл сезім алғыс. Өзін қорғаған үшін емес, сол сәтті әкесіне айтпай, үнсіз сақтаған үшін. Егер әкесі білсе, сөзсіз ұрыс, тіпті сенімсіздік болар еді. Ал Гүлжан үндемеді. Бір ауыз сөз айтпады. Тек кешкі асқа Елжастың сүйікті тағамын дайындап жай ғана. «Ертең ерте тұруың керек, сабағың бар ғой», деді. Болды. Елжас сонысымен-ақ бәрін ұқты. Оны жазғырмай, қорғаштап әке мен баланың арасындағы сенім көпірін шайқалтпай сақтап қалғанына іштей қатты риза болды. Бұрынғыдай суық қарамады, тіпті көзге тіке қарай алатын болды. Үндемей отырып бір сәтте «Рахмет», деді. Қысқа ғана сөз. Бірақ соның салмағы үлкен еді. Көп ұзамай мектепте ата-аналар жиналысы болатын күнде жетті. Әкесі жұмысқа шығып кетті, ал Гүлжан жиналысқа өзі баратын болды. Елжас бұл жағдайға бұрынғыдай қарсы болмады. Тек бір уайымы соңғы айда тәртібі сыр бере бастаған. Сабақтан кешігіп жүргені, кейбір тапсырмаларды орындамағаны, бәрі жиналыста сөз болары анық. Әкесі естісе, тағы да сенімнен айырылып қалам ба деп қорықты. Жиналыс күткендегідей өтті. Сынып жетекшісі салмақты үнмен: «Елжас ақылды бала, қабілеті де бар. Бірақ соңғы уақытта сабаққа салғырт қарайды. Сұрасаң үндемейді. Мүмкін үйінде бірдеңе мазалап жүрген болар. Сабақтан қашатын әдет тауып, мұғалімдермен ұрсатын болыпты», деді. Гүлжан бәрін тыңдап, ешкімнің алдында ақталмады. Қорғап та сөйлемеді. Тек ойлана отырып: «Мен сізді естідім. Көмектесуге тырысамын», деп сабырмен жауап берді. Үйге келген соң ол ештеңе деместен Елжастың бөлмесіне бір шыны тәтті шай алып кірді. Үстелге қойды да қарсысына жай ғана отырды. Бала көзін кітаптан алмады. Көңілінде бір қорқыныш, енді бәрі әкесіне айтылады-ау деп. Бірақ Гүлжан жай ғана: «Елжас, сені жақсы түсінемін. Адам кейде үндемейде жылайды, кейде ішінен айғайлайды. Сенің де ішінде бір ауыр сезім барын сезем. Бірақ сен жалғыз емессің. Мен саған ұрысу үшін емес, түсіну үшін келдім», деді. Сол сәтте Елжас таң қалып қарады. Бұл бұрынғыдай тәрбиелеу емес, тыңдау еді. Бұрынғыдай бұйыру емес, қабылдау еді. Жүрегі дір ете түсті. «Сен әкеме айтпайсың ба?» «Жоқ, бұл сенің екеуміздің арамыздағы әңгіме. Мен саған сенем. Бірақ сен де маған сенуді үйрен». Гүлжан сол түні онымен ұзақ сөйлесті. Баланың ішкі ашуының, анасына деген сағынышының, өмірдегі реніштерінің бәрі біртіндеп сыртқа шықты. Ол алғаш рет ішіндегісін жайып салды. Ал Гүлжан тыңдады. Үндемей, үкімсіз, тек мейіріммен: «Мен әрқашанда сенің жағыңда боламын», деді. Басқа аналар секілді ақылды айтқан жоқ, ұрыспады да. Сенбі күні таңертең үйде ешкім жоқ болатын. Әкесі қала сыртына шаруамен шығып кеткен, ал Гүлжан көрші үйге қысқа уақытқа бас сұққан. Үй іші тыныш. Елжас жалғыз қалды. Кілт үстел үстінде жатқан. Әкесінің көлігінің кілті. Мектепке бара жатқанда көлік жүргізіп көргісі келіп жүргені баяғыдан. Кейде әкесі көлік жүргізуді үйрететін.
Шыпысып отырғанда әлгі кілтке көзі түсіп, жүрегінде бір дауыс күбір етті. Бір рет қана, аздап қана айдап келем. Ешкім білмейді. Ол көп ойланбады. Кілтті алды. Далаға шықты. Көлікті оталдырып, рөлге отырған сәтте жүрегі кеудесін жарып жіберердей соғып тұрды. Бірақ көлік жүріп кеткен соң, бойын еркіндік, бір сәттік ересектік сезімі билеп алды. Оған бұл сәт нағыз жеңіс сияқты еді. Мен де әкем сияқты көлік жүргізе алам деген ой кеудесін керіп бара жатты. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Ол көлікті дүкеннің жанына қойды. Алайда рұқсат етілмеген жерге тоқтағанын байқамады. Дүкен ішіне кіріп, біраз бөгеліп шыққанда көлігі жоқ еді. Жүрегі су ете қалды. Көзі алақтап айналасына қарады. Кенет арнаулы көлікке көзі түсті, эвакуатор. Көлікті сүйреп әкетіп барады. Қасында 2 ГАИ қызметкері. Елжас бірден тұра жүгіріп барды. Тоқтатыңыздар. Ол менің көлігім емес. Яғни менікі емес деді демі жетпей. Қызметкерлер оны байқап. Сен кішкентайсың ғой. Құжатың қайда? Бұл көлікті қалай айдап жүрсің? Деп қатаң сұрады. Елжас үнсіз қалды. Не дерін білмеді. Әкесін шақыртатындарын айтты. Бала дір-дір етіп беті бозарып кеткен. Осы сәтте көлік жолына жақын жерде тұрған бір таныс дауыс естілді. Құрметті мырзалар, бұл мәселені өзім шешейін. Баламыздың қателігін мойындаймыз. Жасағаны дұрыс емес. Мен оның қамқоршысымын. Бұл әдеттегідей құтқарушысы Гүлжан еді. Ол жағдайды сабырмен түсіндірді. Бала рөлге бірінші рет отырғанын, ешқандай зиян келтірмегенін, көліктің орнынан басқа ешқандай ереже бұзылмағанын айтты. Қызметкерлер Гүлжанның байыптылығына қарап, хаттама толтырмай, тек ескерту жасап, көлікті айыптұрақтан алуға мүмкіндік берді. Бірақ бұл үшін біраз уақытпен жүйке кетті. Кешке қарай үйге келген соң Елжас өзінің не істегенін толық ұғынып, көңілі күрт түсіп кетті. Бөлмесіне кіріп, есікті іштен жауып алды. Әкеме бәрібір айтатын шығар деген уайыммен ұят ішін өртеп жатты. Бірақ Гүлжан есікті қақпастан, жай ғана сыртынан. Елжас, бәрі дұрыс. Мен ешкімге айтпаймын. Бұл екеуміздің арамыздағы құпия. Бірақ сен енді өзіне сенетін адамдардың үмітін ақтағың келмей ме деді. Бала ұзақ үнсіз отырды. Сосын есікті ашты. Бетіне тік қарай алмады. Мен қателестім. Кешір деді. Гүлжан оның иығына алақанын қойып. Сен адамсың. Қателесу үйренудің бір жолы. Бірақ сол қателіктен сабақ алсаң ғана сен есейесің. Мен саған сенгім келеді. Сен де өзіне сенуді үйрен деді. Сол сәтте Елжас алғаш рет Гүлжанды құшақтады. Өз еркімен. Ешкімнің итермелеуінсіз. Бұл шынайы риясыз алғыс еді. Оның осы бір әрекеті Гүлжанның көзінен жас ағызды. Бірақ бұл жолы мұң емес, үміт жасы болатын. Осыдан кейін Елжас бұрынғыдан да жинақы, байсалды бола бастады. Көлікті қай кезде жүргізуге болатынын, өмірде еркіндікпен жауапкершілік қатар жүретінін түсінді. Ал Гүлжан оның жүрегінде тек өгей ана емес, сенім, қамқорлық, мейірім атаулының бейнесіне айналды. Көктемнің соңғы күндері болатын. Үйдің ауласы жасыл жапыраққа оранып, самал жел терезеден жылы леппен кіріп, үйдің ішіне өмір тынысын әкеліп тұрды. Елжас таңғы шайды үстел басында ішіп отыр. Әдеттегідей үнсіз емес, жайдарлы. Сабаққа кетпей тұрып Гүлжанға. Бүгін математикадан бақылау бар. Сәттілік тілейсіз бе? Деп жымиды. Гүлжан жымиып. Саған сәттілік емес, өзіне сенімділік тілеймін. Сен бәрін өз күшіңмен жасай аласың деді. Осыны естіп тұрған әкесі Ринат бұған дейін байқамаған бір нәрсені көріп ішінен таңғалды.
Бұрынғы тұйық, ашуланшақ, көзінен мұң кетпейтін ұлы, қазір сабырлы, жылы жүзді, сенімді жасөспірімге айналыпты. Бұған не себеп болғанын бұрын терең сезіне алмай жүрген еді. Бірақ сол сәтте таңертеңгі ас үстіндегі жай ғана көзқарас, бір-біріне айтылған жылы сөздер оған бәрін түсіндіріп берді. Бұрын ол Гүлжан мен Елжастың арасында тек сырттай сыйластық бар деп ойлаған. Бала көнді, қабылдады деп түсінген. Бірақ енді көзі жетті, бұл жай келісім емес, бұл шынайы байланыс. Ауыр сынақтардан өткен, бір-бірін ішкі жара арқылы түсінген, жан мен жанның үндестігі. Кешке Ринат Елжасты өзімен бірге серуенге шақырды. Қала сыртындағы саябаққа барды. Бұл кезінде Елжас анасымен жиі баратын жер еді. Сен өзгердің, балам, деді. Елжас төмен қарап, үнсіз тыңдады. Бұрын анаңнан айырылған соң, сені мүлде жоғалтып алам ба деп қорқатынмын. Сенің жан дүниеңе жете алмадым. Бірақ Гүлжан, ол сені естіп тыңдай алған сияқты. Соңғы кездері сені қарап отырып, өз-өзіне келгеніңді, ер жетіп ойлана бастағаныңды көріп қуанып жүрмін. Бір сәт үнсіздік орнады. Сосын Елжас күмілжи сөйлеп, әке, Гүлжан мені ешқашан күштемеді. Ұрыспады, еш нәрсеге мәжбүрлемеді. Тек мені түсінуге тырысты. Содан кейін мен де түсінгім келді. Қабылдағым келді. Ринат ұлын құшағына алып ұзақ үнсіз тұрды. Бұл кешірімнің де, алғыстың да, сүйіспеншіліктің де үнсіз тілмен айтылған көрінісі еді. Сол күннен бастап бұл шаңырақта бұрынғыдан да нық бірлік орнады. Енді олар жай ғана әке, бала, өгей ана емес, бір-біріне тірек, жұбаныш, үміт болған үш жүрек иелері еді. Елжас Гүлжанды шын жүректен ана ретінде қабылдады. Анашым деген сөз алғаш аузынан шыққанда Гүлжан көз жасын тоқтата алмады. Ал Ринат болса Гүлжанға бұрынғыдан да терең сүйіспеншілікпен қарады. Себебі ол өзінің ең қымбат қазынасын, ұлын, жоғалудан сақтап қалған әйелдің шынайы ұлылығын енді толық түсінді. Бір күні кешкі аста Елжас жай ғана: мен болашақта психолог болғым келеді. Адамдарға көмектескім келеді. Өзім сияқты ішінен жылап жүргендерге тірек болғым келеді, деді. Бұл оның толықтай емделген жүрегінің ең таза тілегі еді. Бұл Гүлжан салып берген мейірім жолының жалғасы болатын. Автор Анар. Құрметті тыңдарман, бірер күнде каналға жаңа қызық әңгіме шығады. Каналымызға тіркеліп қолдай отырыңыздар.